Менің бүгінгі депутаттық сауалым премьер-министрдің бірінші орынбасары Скляр мырзаға жолданады. Сауалыма негіз болған дүние бұл жол мәселесі, әсіресе мына шалғай аймақтардағы жолдың сапалары сын көтермейді. Мәселен, Алматы облысының оңтүстік шығысында шекаралық аймақта орналасқан Райымбек ауданы 1997 жылы өзінің аудандық мәртебесінен айырылғаннан кейін жағдай төмендеген халық Қонкөріс қамымен Алматы маңына үдере көшті, ортасы омырылған мәдениет ошақтары және иесіз қалған үйлерде сан болмады. Алайда 2018 жылы аудан мәртебесі қайтарылды. Тіршілік жанданып, ауданның тамырына қан жүгіре бастады. Алайда шешілмей жатқан мәселелер аз емес. Соның ішінде ең басты мәселе жол мәселесі. Егер жолдың мәселесі шешіліп сапасы түзелетін болса, табиғаты бай ауданға туристер ағылады, экономикасы көтеріліп, халықтың әл-ауқаты жақсарады. Қала мен ауданаралық қарым-қатынастар